Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ең бірінші сабағымызды бастамастан бұрын, екі суретке қарап, біздің тақырыпқа қалай байланыстыра аламыз, программирование, бағдарламалау тілдеріне қалай байланыстыра аламыз деген сұрақ туындап тұр. Байқағаныңыздай, бір картинада себетте алмалар, тек қана бір себетте түрлі жемістер бар. Осы жемістерді қарай отырып, Python программалау тіліне қалай біз байланыстыра аламыз, және де бұлар нені білдіреді. Міне, бірінші себетте бізде variables деп шықты. Variables дегеніміз не еді? Айнымалылар, айнымалы немесе орысша переменный деп айтамыз. Бір типтегі біздің мәндеріміз, элементтеріміз. Мысалға, алма деген бір не алсақ, айнымалы алсақ, алма деген қандай болуы мүмкін? Алманың санын білу болуы мүмкін. Егер алманың саны болса, ол integer немесе float типтес болуы мүмкін. Егер алманы қызыл деп алатын болса, ол string типтес болуы мүмкін. Алма бар ма, жоқ па дейтін болса, ол boolean деген типте болуы мүмкін. Ал екінші себетке қарайық. Бұл жерде бірнеше жемістердің түрлері бар. Байқасаңыздар, яғни variable мен list'ің айырмашылығы, ол variables ол бір типті ғана элементтермен жұмыс жасайтын болса, list ол әртүрлі типтегі элементтермен жұмыс жасайды. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз Python list. Python'дағы тізбектер туралы айта кетеміз. Жаңа сөздер, қолданылатын жаңа сөздерге кішкене тоқталып өтейік. Индекс болып аударылады, элемент, array массив, кома үтір, value шама, assign тағайындау, store сақтау. Осы сөз бізге кішкене бүгінгі тақырыптарды түсінуге көмектеседі деп ойлаймын. Енді list дегеніміз не ең бірінші? List is a data structure for storing objects of different data types. Берілгендердің бірнеше түрлерін сақтау үшін арналған бір контейнер сияқты деп алсақ болады. Яғни, біз айтамыз ғой, variable'да бірнеше емес, бір түрлі типтегі заттарды сақтау арналған деп айтатын болса, ал бұл жерде болса, list'та бірнеше типтегі заттарды сақтауға арналған деп айтамыз. Яғни, оның ішінде, тізбектің ішінде біз integer, float, яғни сандық мәндерді, немесе string, яғни әріптерді, немесе жазуларды, және бөлдік типтегі, boolean типтегі информацияларды сақтай аламыз. Енді тізбек жазылған кезде қалай жазылады? Тізбек ең бірінші тік жақшаға алынып жазылады, квадрат жақшаға алынып жазылады, және де олар үтір арқылы бір-бірімен бөлінеді. Яғни біз араларына үтір қою арқылы бөлеміз тізбектерді. Енді бізде басқа программалау тілдерінде білесіздер, array деген бөлек, яғни матрица бөлек, тізбек деген бөлек болып саналады, ал бізде Python'да бір ыңғайлы жері тізбектерді біз array ретінде, яғни матрица ретінде де қолдана аламыз. Python'да индекс қалай жүргізіледі? Яғни, бізде мысалға бұл жерге ең жақсы келетін мысал, ол пойыз. Пойызда мысалға машинист отыратын бөлігі бар, бұдан кейін вагондар пайда болады. Егер біз машинист отыратын бөлікті 0-шы вагон деп алатын болса, қалған вагондар бірден басталады. Және де олар тізбектеліп орналастырылады. Сондықтан бізде 0-шы, 1-шы, 2-шы деп біздің листтің индекстары, элементтері белгіленеді. Мысалға, мұна неге қарайтын болса, data деген листқа қарайтын болса, бұл жерде data тең болады, квадрат жақша, оның ішінде, тырнақшаның ішінде жазылады, әрине, string типтес берілгендеріміз. This list has 4 elements дептір. Яғни, бұл жерде print data десек, this list has 4 elements деген шығады.
Екіншісіне қарайық. Numbers деген тізбегіміз бар. Ол жерде әртүрлі сандар берілген. Егер оны print numbers десек, әртүрлі санымыз бізге экранға шығады. Бұл жерден біз, яғни есімізге түсірейік, print дегеніміз ол output, яғни экранға шығаруды білдіреді. Екінші неге қарайық, мысалға қарайық, fruits деген бізде жаңадан бір не құрылған, тізбек құрылған. Ол тізбегіміз бізде бос тізбек емес, ішінде 3 элемент бар. Apple, banana, orange деген. Apple'дың бізде берілген индексі 0-шы элемент болғандықтан, print fruits 0 деп жазсақ, 0 деп жазсақ, apple шығады. Print fruits 1 деп жазсақ, banana шығады. Print fruits 2 деп жазсақ, orange шығады. Яғни әрқайсының өздерінің индекстарымен жазсақ та, біз оларды бөлектеп экранға шығара аламыз. Енді list бізде, тізбек бізде оң және теріс болып индекстеледі. Оң индекстелгенде қазір ғана түсіндірдік, яғни басынан бастап 0-шы элемент, 1-шы элемент, 2-шы элемент болып индекстелген болса, кері таңбамен берілген болса, ол соңынан бастап саналады дегенді білдіреді. Яғни мына жерде байқағанымыздай -1, -2, -3, яғни кері ретпен саналады. Бұл жерде A деген листіміз берілген болса, A-1-іміз porch деген сөзді шығарады. A-2-іміз cooks деген сөзді шығарады. A-5-іміз bar деген сөзді шығарады. Енді осыған орай кішкене өзіміздің немізді, есебімізді шығарып көрейік. Жаңадан бір list құрып көреміз. Оның аты бізде name деген бір list болсын, немесе number деген list болсын. Number деген бізде бір жаңадан list құрамыз. Егер біз number'ды осылай жазған болса, бұл бізде не болады? Empty list болады. Empty list дегеніміз ол бос тізбек дегенді білдіреді. Егер бізге number'ге сан қосқымыз келсе, тең жазу арқылы number тең болады. Тік жақшаның ішіне қалаған сандарымызды жазып, және оларды үтір арқылы бір-бірін бөлектеп, айырып жазсақ болады. Енді осы немізде бізде number деген тізбегімізде 2, 4, 6, 7, 9 деген 5 элемент бар. Осыны бір қарау үшін print number жазатын болсам, міне, print дегеніміз ол экранға шығаруды білдіреді. Number дегеніміз біздің number деген тізбегімізді шығарып берді. Осыған орай біз осы формула программа кішкене өзгерістер енгізіп, 0-шы элементті шығарып көрейік араларынан, және де print арқылы number 3-шы индексті элементті шығарып көрейік. Енді қарайық. Міне, қазір бізде 2, яғни 0-шы элемент бізде 2 кетен 2 шығады, және 3-шы индексті элементіміз ол 7 кетен экранға 7 шығарылып берді. Егер осыны біз кішкене өзімізге түсінікті болу үшін, және де басқа да қолданушыларға түсінікті болу үшін, біз жазаламыз, 0-шы индекс элементі деп кішкене хинт жасап берсек, және де принттің арасынан недегідей біз арасын үтірмен бөлшектеп несеп аламыз, айырып аламыз, бөліп аламыз. Осында бізде 3-шы элемент деп жазайық. 3-шы индексті элементі деп жазып көрейік. Ран жасаймыз. 0-шы индекс элемент 2-ге тең, 3-шы индекс элемент 7-ге тең деген бізге жауап шықты. Жалғастырайық. Changing elements. Changing дегеніміз ол не? Бұл жерде элементтардың орнын ауыстыру, немесе
оларды replacing, яғни біз оларды өшіріп тастап басқа нәрсе жазу дегенді білдіреді. Changing elements деген. Яғни орындарын ауыстыру немесе басқасын жазу. Ол қалай жүзеге асады? Енді қарайық, мына жерде бізде number деген неміз бар. Бұлардың бәрін өшіріп тастап құрылған неге print деп ағымдағы біздің тізбегімізді шығарып көреміз. Одан кейін біз changing жасағаннан кейін біздің тізбегіміз қалай өзгерді, соны байқап көрейік. Яғни бірінші элемент бізде ол жерде 4-ке тең еді. Біз ол жаққа басқа бір сан беріп көрейік. 3 деген сан беріп көреміз. Мысалға, және де number деп тағы да үшінші элементті өзгертіп көрейік. Үшінші элементті біз 10 деген санмен өзгертеміз деп тұрмыз. Және де print number деген тізімімізді экранға шығарып көрейік. Алғашында біздің берілген тізбегіміз 2, 4, 6, 7, 9 болған еді. Енді біз бірінші элементті 3 пен ауыстырдық, яғни бірінші элемент ол мынау, 4-іміз 3-ке айналды, ал үшінші элементіміз ол 7 еді, 10-ға айналды. Бұл бізде changing elements or replacing elements деп аталады. Сабағымызды тағы да жалғастыра берейік. Changing elements. Енді creating and adding elements to a list. Бұл жерде біз листті құру және де оған элементтерді қосу деген неге келеміз. Оны біз append, extend және insert деген 3 функция арқылы жүзеге асыра аламыз. Әрқайсына жайлап бір тоқталып кететін болсақ, жаңадан элементті құруды айттық, яғни list тең болады, бос жиынды құру. Initial blank list ол бізде не болады? Бос жиын болады. Print initial blank list, print list десек, ол initial blank list, яғни ағымдағы blank listіміз маған тең деп бос жиынды шығарып береді. Енді бұл жаңадан list құруда. Python list, оның қасиеттері бар. Қандай қасиеттері бар? Ол order болады. Яғни ол ретпен жүреді. Бірінен соң бірі жүреді. Одан кейін changeable, ол өзгеріске ене алады. Яғни бізде пойызда бір вагонда алма болса, одан кейінгі вагонда алма болмайды деген нәрсе жоқ қой. Сол сияқты біздің де тізбегіміз қайталана алады, өзгеріп тұра алады. Біреуіне алма қойсақ, келесіде ол алмұрт тасуы мүмкін. Немесе басқа нәрсе тасуы мүмкін деген сияқты. Changeable, өзгеріп тұра алады. Оның орындары ауыстырыла алады. Және де can be duplicated, яғни қайталана алады. Бірдей элемент тізбекте келе алады. Append дегеніміз ол біздің Python листімізға, тізбегімізге соңынан бір жаңадан элемент қосу дегенді білдіреді. Міне қараңыздар, вагонның артынан бір ғана элемент ең соңына қоса аламыз. Не арқылы? Append деген функция арқылы. Келесі функциямыз бізде extend. Біз қалағанымызша бірден көп элементті Python тізбегімізге қоса аламыз, extend. Бірақ тек қана арт жағынан қоса аламыз. Және үшінші тағы да бір insert деген функциямыз бар. Insert деген функцияда біздің тізбегімізге кез келген өзіміз қалаған жерден ортасынан болсын, алдынан болсын, артынан болсын, жаңа элемент қоса аламыз дегенді білдіреді. Енді осыған орай кішкене мысалдар шығарып көрейік. Немізді өзгертейік. Colors деген жаңадан бір не ашайық. Empty list ашайық. Мынау бізде бос тізбек. Егер басқа да нелерді естегіңіз келсе, тақырыптарды қайталап көрейік. Яғни осы colorға біз не шығара аламыз? For деген цикл арқылы for I in range деп өзіміз экраннан жаңадан бір элемент қосуды
не істеп көрейік. Мысалға біз 5 элемент қосайық. Енді осы жерден сұраймыз қазір. Call деген, colors деген ғой. Енді colors деген бір нені аламыз, variable'ды аламыз. Сөйтеміз де оны input арқылы жаңадан элемент enter color деп жазайық. Enter color. Enter color деп жазсақ, экранға біздің жазған неміз, берген информациямыз шығады. Және де біз сол colors деген тізбегімізге append арқылы осы біздің color'ды енгіземіз. Енді соңында print colors деп шығарып көреміз. Енді input бізде print'тан қарама қарсы. Print дегеніміз ол бізде экранға шығаратын болса, input арқылы біз экраннан мәліметтерді аламыз. Ол 5 рет қайталанады, 0-дан 4-ке дейін, яғни for деген циклымызда 0-дан басталып 4-ке дейін 5 оған кірмейді, 5 рет айналады. Enter color дейміз. Ең бірінші red'ті енгізіп көрейік. Екінші тағы да сұрайды. White'ті енгізіп көрейік. Одан кейін black деген жаңа басқа бір нені енгізіп көрейік. Одан кейін yellow деген сарыны енгізіп көрейік. 4 болды. Ең соңғысы purple деген бір түсті енгізіп көреміз. Енді біздің қазір ғана енгізілген түстеріміз автоматты түрде append деген не арқылы, append деген функция арқылы осы біздің немізге енді colors деген тізбегімізге енді colors ең соңында print colors дегенде red, white, black, yellow, purple енгізілді. Бұл бізде for'ды, яғни циклді қолдану арқылы append деген функциямен біздің бос тізбегімізге жаңадан бір-бірлеп артына не қосу, элемент қосуды қазір ғана түсіндік. Енді осы append арқылы қостық, print colors деп оның нелерді шығардық түстерді. Енді қалған түстерді біз extend арқылы қоса аламыз. Немесе дәл солай алып сандармен жұмыс жасап көрейік. Осы не түсінген болсаңыздар, append түсінген болсаңыздар, онда ішке салып numbers деген қайтадан не ашайық? Num деген бір жаңадан list ашайық. Осы жерде біз бос енгіздірейік. Жазуға оңай болу үшін біз айды in range деп қайтадан in range деп санымыз бізде 1-ден басталсын, және де 11-ге дейін болсын. Себебі 11 оған кірмейді, 10 рет айналады. Қадамы 1 болсын. Қадамы егер 1 болса, біз ол 1-ді жазбай-ақ қойсақ та болады. Мына жаққа бізге num нүкте append деп айды қосайық. Енді print арқылы num'ды шығарып көрейік. Қазір бізде не болады? 1-ден 10-ға дейінгі сандар біздің num деген тізбегімізге енгізіліп шығарылады. For деген цикл арқылы. Енді осыған қайтадан біз num'ға extend деген жаңа тақырыбымызға байланысты extend деген функция арқылы бірнеше элемент енгіздіріп көрейік. Яғни ол ең бірінші 10 болды, 11-ді енгізейік, 14-ті енгізейік, 15-ті енгізейік. Яғни тағы да 16-ны енгізіп көрейік. Қайтадан print арқылы num'ды шығарып көреміз. Num деген тізбегімізді шығарып көреміз. Алғашында бізде for арқылы append деген функциямен біз 1-мен 10-ға дейінгі сандарды тізбекке қосқан болсақ, кейін біз дәл сол тізбекке extend арқылы 4 элементті бір уақытта қосалдық. Міне, байқасаңыздар.
сол тізбекті қайтадан принттен нам арқылы шығардық. Енді осы тізбекте тізбегіміз бізде жақсылап не болу үшін мына жерге бізде 11-ден кейін бізде 12 жоқ, 13 жоқ. Енді осыны біз қосып көрейік. Ол үшін бізге insert деген функция көмектеседі. Бұл жерде insert функцияның ішінде екі аргумент болады. Аргументіміз бізде бірінші аргумент қай орынға позициясын көрсету үшін, және де нені қосамыз. Енді осы жерге 10, 11, 12 дегенді есептеп көреміз. Ол нешінші орында тұр? 11-ші орында тұр. 11-ші орынға біз 12 деген санды қосамыз деп айтатын болсақ, және де print арқылы намды шығарып көреміз. Міне байқасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 11-ші индексті орынға біз 12-ні қосып көрдік. Сонымен бізге append дегеніміз ол соңынан бір элемент қосуға арналады. Extend соңынан бірнеше элемент қосуға арналады. Ал insert болса ол біз қалаған жерімізге қай санды қосамыз, соны жазамыз. Ішінде екі аргумент жазылады. Енді бізде қазір мына жерде 11, 12, енді 13 деген сан жетпей тұр. Біз айттық, insert'та екі аргумент жазыла алады дедік. Сол үшін біз мына жаққа екінші аргументті, бірақ екі элементті бірге қосып көруді орындап көрейік. Ол үшін біз аргументімізді, екінші аргументті квадрат жақшаға жазу керекпіз. Ран жасап көреміз, бірақ бізде шыққан кезде ол бұлай квадрат жақшаның ішінде тұрады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгін бізде тақырыбымыз листті түсіну болды. Листіға біз жаңадан қалай листқа элемент қосамыз. Бір элементті қалай қосамыз, бірнеше элементті қалай қосамыз, және ортасынан немесе басынан қалаған жерімізден жаңа элементті қалай қосамыз деген тақырып болды. Сіздерге өте ұнады және де пайдалы болады деген сенімдемін. Сау болыңыздар.